әйелдің әңгімесі ұнамайды саған. Маған да ұнамайды. Анау көршінің әйелін айтады, Гүлбаршынды айтады, одноклассница айтады, енесін айтады, мамасын айтады. Соған кішкене шыдау керек та. Бақырып атқан кезде бетіне қарап тұра бері. Жауап аузың деп қол көтерме. Тыңдай отыр. Өлең айтып жатыр деп ойлайды. Әлемнің жарығын сыйладың сен. Айтып болады, болдың ба деп. Болды, жаным деп бітті, сонымен бітетін мәселе. Пайғамбардың әйелі де бақырған. Пайғамбардың әйелі салем сала бермеген. Әйел ол табиғаты сол оның. Сөйлеу ол бақырушы. Сөйлеп болады, болды. Болды ма? Болды, сөз жақсы. Жаным кеттік те болды. Сол анда-санда көңіл бұрып тұрыңыздар. Сонда әңгімеңіз сыртқа шықпайды. Дауыңыз сыртқа шықпайды. Сенің қателігіңді жасырып жүріп тұрады. Енді кей кезде төркінге барады. Сол төркінге жіберіп тұру керек. Қырылыспай, төбелеспей. Біздікілер төркінге жіберетін күні қырғын ғой үйде. Ана інісіме бір нәрсесін туған күні соған жібергісі келмейді. Біз қорқамыз. Мен де қорқатым бұрын. Әйелім төркініне барса, мені жамандайды деп қорқады екенбіз еркек. Ол уже айтып қойған уже. Ана телефонмен, WhatsAppпен сенің простатитіңе айтып саған бәрі біледі уже. Енең бәрін біледі уже. Болды. Жібере бер, айтып қойған бәрі біледі, о жақтың бәрі. Сон барып қыдырып, ол да